Баршаңызға сәлем. Біз бүгін ерекше дәмді әрі қарапайым жаңа жылдық оливье салатын жасаймыз. Ол үшін бізге өздеріңіз білетіндей қайнатылған картошка, қайнатылған сәбіз, қайнатылған жұмыртқа және колбаса қосамыз. Мен Нәрлен өнімінің колбасасын қолдандым. Ол өте дәмді және халал. Сондай-ақ соленый огурцы, горох және майонез бен тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жалпы бұл салаттың рецебін білмейтін және бұл салатты сүйіп жемейтін адам жоқ шығар. Бұл салаттың рецебі бірдей болса да, әркім әртүрлі жасайды. Яғни біреу кубиктап үлкен тураса, біреулер майдалап турайды. Әркім өз қалауынша дайындайды, жалпы алғанда. Ал мен көбінесе майдалап турауға тырысамын, өйткені дәмі өте әдемі әрі дәмді болады. Менің қазақша кукинг атты каналымда басқа да дәмді тамақтардың рецептері өте көп. Каналыма жазылып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.